Қазақстан мен Әзербайжан мұнай-газ саласында ортақ жоба жүзеге асыруды жоспарлап отыр. Бұл туралы бүгін Астанада өткен екі елдің үкіметаралық отырысында белгілі болды. Осымен 15-ші рет жиналған қос мемлекеттің энергетика министрлері жақын болашақта Маңғыстау облысында зауыт салуға келісті. Сонда екі елдің басқа да салалардағы ынтымақтастықты арттырмақ. Ал сауда айналымы қазірдің өзінде жақсы нәтиже беріп отыр. Қазақстан мен Әзербайжан арасындағы сауда айналымы осы жылдың 8 айында былтырмен салыстырғанда 2 есеге өсіп, 168 миллион долларға жетті. Алыс-беріс көрсеткішінің артуына Әзербайжанның қазақ астығын қайта сатып ала бастауы сеп болып отыр. Жалпы биыл екі елдің экспорты мен импорты артып, барлық бағыттағы әріптестігі нығая түсті. Қазақстан көрші ел үшін ауыл шаруашылық өнімдерін тасымалдайтын басты серіктестердің бірі болса, Әзербайжан бізге мұнай кен орындары үшін қажет құрал жабдықты жібереді. Машина жасау саланың продукциясы және металл изделия дейміз ғой, ол не осы теңіз кеңейту жобасына қатысы бар продукция бер жаққа келіп отыр. Және фитингтер, құбырларды алып отырмыз. Ол құбырлар арнайы батыс Қазақстанда пайдаланып жатыр, неге кен орындарында. Біз қазір келісіп отырмыз, Әзербайжанда мұнай машина жасау саласы өте дамыған. Бізде өздеріңіз білесіздер, әлі дамып жатыр. Сондықтан сол кісілердің тәжірибесін пайдалану ретінде, сол жағынан инвестиция тарту ретінде тиісті зауыттарды біздің мысалы Маңғыстау облысында салу көзделіп отырмыз. Кешегі мен бүгінгі еңбектің жемісі ертеңгі жоспарларға демеу болмақ. Алға қойылған мақсат сауда айналымының көрсеткішін одан әрі ұлғайтып, жаңа ортақ жобаларды іске қосу. Қос мұнайлы ел басқа бағыттарды да қатар алып жүреді. Ауыл шаруашылығындағы ынтымақтастық жалғасын тауып қана қоймай, кеңейе түседі. Туризм саласында да оң өзгерістер болуы мүмкін. Помимо этого мы обсуждали. Басқа салалардан бөлек біз туризм бағытын дамыту жолдарын қарастырдық. Мәселен, Каспий теңізінің бойымен жаңа круиздар жасау, сондай-ақ екі ел арасындағы виза беру рәсімін жеңілдету сынды мәселелерді талқыладық. Жалпы қос мемлекеттің әріптестігі кез келген салада қарқынды дамып келеді. Сондықтан көтерілетін мәселеде атқарылатын шаруа да аз емес. Екі елдің энергетика министрлері сөз жүзіндегі келісімдерін қағазда да бекітті. 15-ші үкіметаралық отырыста бірқатар маңызды құжатқа қол қойылды. Демек, қаз-әз әріптестігінің әлеуеті артып, көп ұзамай ортақ жаңа жобалар жүзеге асырылады.